Ойлаңызшы, 9 айында ұлым 2-де 300 килограмм болып келді. Балам менің 37 аптасында 2-де 150 килограмм болып толған. Негізі зур деген мындай бала енді жүрмей қалуы мүмкін, енді отставание қатты болып кететінін мен ойлаған емеспін. Енді ана болғандықтан балам омырауымды ала алмады, өкінішке орай бутылкадан ем алмады, өйткені жақтары слишком слабый болды, ему қабілеті вообще аз болды. Бізді 2 апта роддомнан ұстап, содан кейін бізді шығарып тастайды. Біз үйімізге аман-есен келеміз. Содан кейін сорақсы проблема басталды. Оның бірі, баламыз түнімен жылайтын, күндіз жақсы ұйықтап, срыгивание қатты болды, яғни фонтан сияқты қатты болды. Содан кейін баламызды қайта-қайта больницаға жатқыза берді, өйткені балада салмағы өте аз болды. Және де басқа балдарды қараса, басқа балдар айналып сондай болса, мен балам тіпті басында ұстау кеш болды. Біз баламызды апармаған жеріміз болмады, қалаға да апардық, массажды жасадық, білмеймін, бізге ештеңе көмектеспеді. Ойлаңызшы, 9 айында ұлым 2-де 300 килограмм болып келді. Просто кожа и жаңағы сүйегі дейді ғой, терісі, тек қана солмен келдік қой өзіміз баламызбен. Біз баламызды жоғалтып аламыз деп қатты қорқатын едік. Біз каждый граммды прям қосқан сайын мен үшін ол бақыт болды. Балам жаймендеп салмағын қоса бастады. Түрлі қылықтар жасайтын, қолына ойыншық ұстайтын. Қазір балам аман-есен, қазір балам еңбектеніп жүр, жорғалап жүр, папа мама деп айтады. Мен сияқты 9 айда кеш қалып қоймаңыздар. Бала туыла сала осы центрге келу керек деп ойлаймын. Өйткені осындай центр